Ассалаумағалейкум құрметті достар. Бүгінгі сабағымыз Zoom қосымшасына тіркелу, орнату және конференция жоспарлауды үйренеміз. Алдымен Zoom-ға тіркелетін болсақ, сайтты ашамыз, интернет браузерді. Алдымен интернет браузерді ашамыз. Мен әдеттегідей Google Chrome'ды қолданам. Google Chrome'ды ашамыз. Адрестер енгізу қатарына ағылшыншалап zoom.us деп жазамын. Одан кейін интер батырмасын шертеміз. Сайт ашылған сәтте жоғарғы оң жақ бұрышта зарегистрировать бесплатно деген бар, яғни тегін тіркелу. Соның үстіне шертеміз. Одан кейін ағымдағы жолаққа сіздің туылған күніңізді енгізесіз. Өзіңіздің туылған күніңізді. Менікі 27 май 95 жылғы. И одан кейін продолжить батырмасын шертеміз. Продолжить. Бұл жерге электронды поштаны жазамыз, яғни өзіңіздің жұмыс істеп жүрген электронды поштаңызды. Менде shardara.ro@bkru деген. Одан кейін регистрация батырмасын шертеміз. Регистрация. Ағымдағы хабарлама шыққаннан кейін біздің электронды поштамызға өзіміздің электронды поштамызды тексеріп көреміз. Бізге активируйте свой учетный запись деген хабарлама келу керек. Соның үстіне шертеміз. Одан кейін қоңыр мына батырма шерту керек. Активировать учетный запись дегенді. Осының үстіне шертеміз. Келесі бағанда сіз мектептің атынан тіркеліп жатырсыз ба дегенде жоқ дегенді таңдаймыз. Егер мектептің атынан тіркеліп жатсаңыз, я деген таңдауыңыз қажет. Біз жоқ. Одан кейін жалғастыру батырмасын басамыз, яғни продолжить. Келесі бағанға біз өзіміздің мәліметімізді енгіземіз, яғни аты жөнімізді, тегімізді и өзіміз пароль ойлап шығаруымыз керек. Атымыз Мақсат Тыныштық клубы. Пароль ағылшынша болу қажет және 8 символдан кем болмау керек. Пароль 8 символдан кем болмау керек. Оның ішінде бір символ әріп болу керек. Оның ішінде біреуі цифра болу керек және үлкен және кіші әріптермен жазылған болу қажет. Осы талаптарды орындағаннан кейін продолжить батырмасын шертеміз. Продолжить. Келесі этапта пропустить этот шаг деп келесі қадамға өтеміз. Міне біз Zoom бағдарламасында өзімізді тіркеуді аяқтадық. Енді Zoom қосымшасын өзіміздің компьютерге орнататын болсақ, сайттың ең төменгі бөлігіне түсеміз, ең ас жағына. Сол жерде клиент конференция деген бар. Соны басамыз. Клиент конференция. Одан кейін клиент конференция деген бар. Осыны загрузить батырмасын басып, өзіміздің компьютерге жүктеп аламыз. Жүктеп алғаннан кейін ол мына жерде тұрады. Осының үстінен шертеміз. Жай ғана бір рет шертеміз. Одан кейін запустить дегенді басамыз. Запустить. Міне Zoom қосымшасын орнату процесі.
қосымшасы орнатылған кезде осындай терезе ашылады. Облачный конференция. Zoom конференция, YT конференция и YT деген. Ең ерді нұсқасы. Міне Zoom-ды орнату осымен аяқталды. Келесі сабақ Zoom қосымшасына кіру. Қалай кіреміз? Егер сіз жай ғана конференцияға қосылатын болсаңыз, басқа бір ұйымдастырған, жай ғана YT конференция дегенді басасыз да, сол жерде сұралған мәліметтерді енгізесіз. Ал Zoom-ның өзіне қосылу үшін YT дегенді басамыз. Яғни екіншісін осыны басамыз. YT. Мына жерге электронды поштамыз жазамыз, яғни алдын тіркелген, одан кейін құпия сөзімізді жазамыз. YT дегенді шертеміз. YT. Міне Zoom қосымшасына қосылдық. Яғни главный, чат, конференция, контакты. Мына жерде амалдар батырмасы орналасқан. Яғни жаңа конференция құрасыз, немесе конференцияға қосыласыз, я болмаса алдағы уақытта конференция жоспарлаймын деген экранды көрсету. Бұл да конференцияның бір түрі. Мына жоғары жақта біздің профайлдың данные, оның астында баптаулар батырмасы бар. Енді біз конференция жоспарлайтын болсақ, запланировать дегенді басамыз. Запланировать. Бірінші бағанға біз конференцияның тақырыбын жазамыз. Екіншісіне өтетін уақытты, күні, сағатын жазамыз. Үшіншісіне қанша уақытқа созылатынын көрсетеміз. Одан кейін идентификатор конференция дегенге создать автоматически, паролі сол күйінше қалады. Одан кейін сохранить батырмасын шертеміз. Сохранить. Сақталғаннан кейін ерде конференция деген бар. Үшінші. Осының үстіне шертіп, жоспарланған конференцияларды көруімізге болады. Бізде жоспарланған бүгінгі конференция, міне, Zoom митинг. Сағат 2-ден 2:30-ға дейін. Начинается через 9 минут деп тұр. Яғни 9 минуттан кейін басталады. Бұны сілтемесін қалай жібереміз десек, мына жерде копировать приглашение деген бар. Копировать приглашение. Осыны шертеміз. Одан кейін WhatsApp вебті немесе поштаны ашып, осы текстті қазір сіздерге блокнотқа ұстап етіп көрсетейін. Осы текстті WhatsApp арқылы немесе пошта арқылы конференцияға қатысатын адамдарға жіберсеңіз, осы арқылы сіздің конференцияңызға қосылатын болады. Құрметті достар, осымен Zoom бағдарламасымен танысу аяқталды. Назарларыңызға рахмет.